Баршаңызға сәлем. Өткен сабақта біздер теңдеулер туралы өткен болатынбыз. Ал ендігі сабақта жаңа тақырып теңсіздіктер туралы өтетін боламыз. Теңсіздіктер сол теңдеу секілді, бірақ та тең деген таңбаның орнына біздер үлкен, кіші, үлкен немесе тең, кіші немесе тең деген таңбаларды қоямыз. Мысалы, 3х үлкен 12-ден. Қарапайым теңдік шығарғандай, 3-ті таңбаның ар жағында санның бөлімі болып барады, яғни 12-ні 3-ке бөлгенде 4. Х үлкен 4-тен. Жауап ретінде біздер интервалын сызып, және де жатқан аралықтарын жазуымыз керек. Яғни координат жазамыз. Осы жерден 4-ті белгілейміз, бірақ та бір нәрсені ескеруіміз керек. Егер қатаң үлкен немесе кіші болатын болса, ол кезде нүктеміз боялмайды. Ал егер үлкен немесе тең, кіші немесе тең болатын болса, боялады. Яғни бұл жерде үлкен болғандықтан боялмайды. Содан соң 4х, х үлкеннен 4 деген жағын бояймыз. Бұл жерде плюс шексіздікке дейін боялады. Яғни жауабымыз 4-тен плюс шексіздікке дейін. Бұл жерде жай жақша қоямыз, себебі бізде қатаң үлкен белгісі болғандықтан. Ал егер үлкен немесе тең болатын болса, ол кезде тік жақша қоятын еді. Яғни бұл жерде 4 кірмейді. Ал егер тік жақша қойылатын болса, онда 4 кіреді деген сөз. Келесі мысалдар келтірейік. Мысалы, 2х кіші немесе тең 6-тан, осы жерден х кіші немесе тең 3-тен. Интервалын жазамыз. Дөңгелегіміз боялады, себебі кіші немесе тең таңбасы. Осы жерден кіші жағын бояймыз, яғни минус шексіздіктен 3-ке дейін. Кіші немесе тең деген таңба болғандықтан тік жақша қойылады. Яғни 3-тің өзі кіреді осы аралыққа. Тағы мысалдар келтірейік. Мысалы, минус 4х үлкен 16. Егер х-тің алдына минус болатын болса, ол кезде таңбамыз ауысады. Яғни бұл жерде х кіші 16 бөлінген минус 4. 16-ны минус 4-ке бөлгенде минус 4 шығады. Яғни х кіші минус 4-тен. Интервалын сызамыз. Минус 4. Нүктеміз боялмайды, себебі кіші деген таңба. Осы жерден кіші деген интервалын жазамыз. Яғни минус шексіздіктен минус 4-ке дейін жай жақша. Тағы бір мысал келтірейік. Мысалы, минус 3х кіші немесе тең минус 27-тен. Бұл кезде дәл банағыдай, яғни таңбамыз ауысады. Х үлкен немесе тең минус 27 бөлінген минус 3. Егер минус 27 мен минус 3-ті бөлетін болсақ, онда минустар жойылып кетіп, 27-ні 3-ке бөлу керек болып қалады, ол кезде 9 шығады. Яғни х үлкен немесе тең 9-дан. Интервалын сызамыз. 9 нүкте боялған, себебі үлкен немесе тең таңбасы бар. Осы жерден плюс шексіздікке дейін. Яғни тік жақша 9 плюс шексіздікке дейін. Осындай есеп кездесетін болса, онда х-терді бір жаққа және сандарды бір жаққа жинаймыз. Қарапайым теңдеу шешкендей. Яғни 2х бер жағына минус 2х болып келеді. Ол кезде 5х пен азайтылғанда 3х шығады. Ал 3-міз үлкен немесе тең таңбасының ар жағына минус 3 болып барады. Яғни 7-тен 3-ті алғанда 4 шығады. 3х үлкен немесе тең 4. Осы жерден х-міз 3-тен 4-тен үлкен немесе тең. Интервалымызды табайық. Нүктесі боялған, себебі үлкен немесе тең таңбасы бар. Осы жерден 3-тен 4-тен плюс шексіздікке дейін. Яғни жауап ретінде тік жақшаға алынады. 3-тен 4-іміз плюс шексіздікке дейін. Қарапайым бір айнымалысы бар теңсіздіктер түсінікті деп ойлаймын. Ал енді рационал теңсіздіктерге көшейік. Мысалы, х плюс 2 және х минус 3 үлкен 0-ден деген теңсіздік берсін. Осы жерден х-терді табамыз. Біріншінде х үлкен минус 2-ден және х үлкен 3-тен. Оларды интервалдарымызға сызайық. Минус 2 және 3 нүктелер боялмайды, себебі үлкен. Ал енді мұқият естерін сақтап алыңыздар. Плюс, минус, плюс деп белгілейміз. Бұл не үшін плюстен басталады деген сияқты ойларды ойламай қойыңыздар. Просто осылай жазыңыз. Көп есептерде осылай жазылады. Ал енді үлкен таңбасы болғандықтан плюстер жағын жауап ретінде жазамыз. Бұл жерде минус шексіздіктен минус 2 жатыр және 3-тен плюс шексіздікті жатыр.
осыларды жауап ретінде жазамыз. Мысалы, осындай квадрат теңдеу берілсін. Бұны біз виет арқылы тапсақ, немесе дискриминантын тауып қарапайым тәсілмен шығарсақ болады. Ал енді мен сіздерге бір басқаша әдісін үйретейін. Екі жақшаға жіктеу туралы. X квадрат қосылған 3x азайтылған 4-ті. Осы жерде x-ның астына неше сан көбейтіп тұрған жазамыз. Бұл жерде x пен x көбейтіп тұр. Яғни x және x жазамыз. Ал енді минус 4-ті қарайық. Минус 4 деген ол 4 пен минус 1-дің көбейтіндісі. 4 және минус 1 жазамыз. Не үшін осылай жаздым? Себебі бір-біріне қарама-қарсы жатқан сандардың көбейтіп қосқанда ортасындағы сан шығу керек. Яғни бұл жерде x пен минус 1-ді көбейтсек, минус 2 шығады. X пен 4-ті көбейтсек, 4x шығады. Ал егер 4x пен минус 1x-ті қосатын болсақ, онда 3x шығады. Яғни осыған келтіріп, ортасында сан шығатындай қылып жазуымыз керек. Осы жерден, яғни x қосылған 4 және x азайтылған 1 деген жауапты аламыз. Бұны қарапайым дискриминант арқылы да табуға болады. Естеріңізге сала кетейін. Егер қиын болып жатса, дискриминант арқылы тапсаңыз да болады. Ал осы жерден x қосылған 4, x азайтылған 1 деген жауапты алдық, ол үлкен 0-ден. Осы жерден x-іміз минус 4-ден үлкен және плюс 1-ден үлкен. Бұларды жазамыз. Плюс, минус, плюс үлкен деген аралықта жатқан сандарды белгілейміз. Яғни минус шексіздіктен минус 4-ке дейін және 1-ден плюс шексіздікке дейін. Ал енді бөлшегі бар рационал теңсіздікті шығарып көрейік. Бұл жерден дәл банағы тәсілмен шығарсақ болады. X-терін тауып, немесе дискриминант арқылы тауып, немесе дискриминантты табу арқылы да тапсақ болады. Мен жаңағы әдісті пайдаланамын. X және x 2 минус 1. Осы жерден x пен минус 1-ді көткенде минус x және 2x. 2x-тен минус x алғанда x шығады. Ортасында сан шығып тұр. Яғни x қосылған 2, x азайтылған 1. Екіншісі ол x пен x және 3 пен минус 1. Минус x және 3x. Ал енді қарайық, 3x пен 1x алғанда 2x шығып кетеді. Сондықтан бізде минус 3x болу керек. Сондықтан минус таңбасын қоямыз. Егер минус 3x-тен x алатын болсақ, онда минус 4x шығады. Осы жерден x азайтылған 3, x азайтылған 1 деген жауапты аламыз. Осылардың барлығын 0-ден кіші немесе тең деп аламыз енді. Бұл жерде x-іміз кіші немесе тең минус 2-ден және кіші немесе тең 1-ден. Ал бөлімінде x кіші 3-ден және x кіші 1-ден. Кіші болады, себебі x 0-ге тең болмау керек бұл жерде. Себебі бөлімі баршамызға белгілі 0-ге тең болмайды. Бұл жерде 1 деген 2 рет келіп тұр. Сондықтан жоғарындағы 1-ді де біз кіші дейміз. Себебі ол 1-ге тең болмау керек. Осы жерден барлығын жазамыз. Минус 2, 1. Жалпы заңдылық бойынша 2 санды 1-ге жазуға болмайды олай. Бірақ та біздер жазып көрейік. Түсінікті болу үшін 1 және 1. Алда 3 бар. Осы жерден плюс, минус, плюс, минус, плюс деп жазамыз. Ал енді кіші немесе тең деген аралықтағы сандарды белгілейік. Яғни минустарды белгілейміз. Бұл жерден минус 2-ден 1-ге дейін және 1-ден минус 3-ге дейін. Және назар аударыңыз керек, 2 деген боялады, 1 боялмайды және 3 боялмайды. Осы жерден жауап минус 2 тік жақша алынады, 1 жай жақша және 1 мен минус 3 жай жақша алынады. Жалпы интервалға салғанда осында 2 бірдей сан келетін болса, тек біреуін жазсақ болады. Бірақ та ол кезде біз плюс, минус, минус, плюс деп жазуымыз керек. Бір жандағы таңба қайталану керек. Ал енді осы есепті өзіңіз шығарып көріңіздер. Сізде былай шығу керек. Осыны екі жақша жіктейтін болсақ, 4x қосылған 11,
x азайтылған 1. Яғни 4x'imiz үлкен немесе тең минус 11-ден, x'imiz үлкен немесе тең 11 бөлінген 4-тен. Бұл жерде x'imiz үлкен немесе тең 1-ден. Бөлімі x минус 1 болғандықтан, ол да үлкен 1-ден, сондықтан бұл да үлкен болады. Себебі 0-ге тең болмау керек. Осы жерден интервалын табайық. Минус 11 бөлінген 4 және 1. Плюс, минус, минус. Себебі 1 2 рет қайталанады. 11 бөлінген 4-тікі боялады, ал 1-тікі боялмайды. Себебі ол 0-ге тең болмау керек. Осы жерден үлкен болғандықтан плюс жағын таңдаймыз. Яғни бұл жерде минус шексіздіктен минус 11 бөлінген 4 деген келіп тұр. Осы жауапты жазамыз. Минус шексіздіктен минус 11 бөлінген 4 тік жақшаға алынады. Осыдан сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта осы тақырыптарды жалғастырамыз. Видеоны көріп болған соң видеоның астындағы есептерді шығарып өздерінің нәтижелерін тексеріңіздер. Intense Maths онлайн курсы сіздермен бірге математиканы бірге үйренейік.